Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып 96-шы сабақ. Бірінші есепте сағым дегеніміз не? Сағым шөл даладан анық байқалады. Түйелердің қозғалысына қара. Олардың бәрі сәйкес келе ме? Жоқ, барлығы ақиқат емес. Үшінші көлеңке сәйкес келмейді. Екінші есепте сен фигураның жазбасына берілген тапсырмаларды орындауды білесің. Бұрышы қиып алынған текшенің жазбасын тап. Есептеуді қажет етпейтін есептер де болады. Оларды шығару үшін саған ойлау зеректігің және логикаң қажет болады. Олар логикалық есептер деп аталады. Бұл нағыз ақыл ойға арналған жаттығу. Бұл жердегі үшінші жазба болып табылады. Үшінші есеп. Досыңнан пішіннің неше текшеден құрылған айтуын сұра. Ол өзінің есептеу тәсілін түсіндірсін. Бірінші, 4 пен 3-дің көбейтіндісін не? 1-ді қосамыз, 13 текше. Екінші, 1 мен 4-ді көбейтеміз, оған 2 мен 1-дің көбейтіндісін қосып, оған тағы да 2 мен 1-дің көбейтіндісін тексереміз, сонда жалпы 8 текше. Төртінші, қай фигураны бұрып қойды? А. Екінші фигураны бұрып қойды, әсінде екінші фигураны бұрып қойды. Бесінші, кесте бойынша есеп құрастыр және шығар. А бізде біріншісінде А тең 6 см, В тең 4 см, С тең 2 см. В белгісіз, яғни көлемі белгісіз. Көлемді табу үшін В тең А көбейту В көбейту С. Сонда 6 көбейту 4 көбейту 2 48 см куб. Көлемі жауабы 48 см куб болады. Екінші есепте А тең 16 дециметр, В тең 2 дециметр, В тең 128 дециметр куб, С тең белгісіз. Біз С-ны табу үшін В бөлу жақша ішінде А мен В-ның көбейтіндісін көбейтіп бөлеміз. 128 пен 16 мен 2-ның көбейтіндісін 128 мен 32-ні бөлеміз, сонда 4 дециметр шығады. Тікбұрыштың биіктігі 4 дециметр. Төртінші, А тең 12 см, В тең 3 см, С тең 2 метр. В көлемін табуымыз қажет. В-ны табу үшін А, В, С көбейтеміз қабырғаларының биіктігін. Сонда 12 көбейту 3 көбейту 2 тең 72 метр куб. Тікбұрыштың көлемі 72 метр куб. Бесінші есепте А тең 35 дециметр, В тең 2 дециметр, С тең 1 дециметр. Көлемін табуымыз қажет. 35 пен 2-ні көбейтіп, оны 1-ге көбейтсек 70 дециметр куб. Сонда тікбұрыштың көлемі 70 дециметр куб. Соңғы есеп А тең 46 см, В тең 30 см. В көлемі бізде 27 600 см куб. Бізде биіктігі S белгісіз. Біз S-ті табу үшін В бөлу жақша ішінде А мен В-ның көбейтіндісі формуласын қолданамыз. Яғни 46 мен 30-ды көбейтіп, оны 27 600-бен бөлеміз. Сонда 20 см болады. Сонда тікбұрыштың биіктігі 20 см. Алтыншы есеп. Есепте және тексер. 83 бен 76-ның бөліндісі 1100. 1100 бен 76-ның көбейтіндісі 83600. 576 мен 16-ның бөліндісі 36 36 мен 16-ның көбейтіндісі 576 68 441 мен 89-ның бөліндісі 769.
769 бен 89-ның көбейтіндісі 68441. Жетінші тапсырма. Есеп. Бөлмеге линолеум төсеу үшін жұмысшы бөлмедегі арқалық қойылған жерді қоспай, бөлменің ауданына тең линолеум бөлігін сатып алуы тиіс. Асында бөлменің жалпы ауданы белгісіз. Әсінде арқалық қойылған жердің ауданы белгісіз. Үшінші, пайдалы ауданы белгісіз. А тең 9 метр, В тең 4 метр, А1 бізде 3 метр, В1 2 метр, С бізде белгісіз, С1 бізде белгісіз, С2 белгісіз. Жалпы ауданы табу үшін А мен Б-ны көбейтеміз. 9 пен 4-ның көбейтіндісі 36 метр квадрат. S1, S2-ні табу үшін А мен Б-ны көбейтеміз. Яғни 3 пен 2-ның көбейтіндісі 6 метр квадрат. Бұл арқалық қойылған аудан. S2-ні табу үшін S тең S1-ді азайтамыз. 36 мен 6-ның айырмасы 30 метр квадрат. Яғни пайдалы аудан. Жауабы: бөлменің жалпы ауданы 36 метр квадрат, арқалық қойылған жердің ауданы 6 метр квадрат, пайдалы ауданы 30 метр квадрат. 8-ші есеп. Ойлан және жауап бер. Түйе мен жылқыға жүк артып келе жатқан жолаушы: егер жылқының үстінде бір қапты түйеге ауыстырсам, онда түйенің үстіндегі жүк жылқының үстіндегі жүктен 2 есе ауыр болады. Ал егер түйедегі бір қапты жылқыға ауыстырсам, онда екеуінің жүгі теңеседі деді. Әр жануардың үстіндегі қаптың саны 10-нан кем. Бастапқыда әрбір жануардың үстінде қанша қап жүк болған? Жауабы: жылқыда 5 қап, түйеде 7 қап. 5 азайту 1 тең 4, 7 қосу 1 тең 8, 8 мен 4-дің бөліндісі 2 есе ауыр. Екінші, 7 мен 1-дің айырмасы 6, 5 пен 1-дің қосындысы 6, 6 тең 6. 9-ші есеп. Сұрақтарға жауап бер, тапсырманы орында. Үшбұрыш қандай екі дөңгелек арасында жасырылған? Олардың радиусын өлшеп, дәптеріңе сыз. Қандай фигуралар көріп тұрғаныңды жаз. Жасыл түсті фигуралардың арасына қандай фигуралар желімденген? Осыған ұқсас бас қатырғыш бойлап тауып, желімдеп көрсет. Бірінші, үшбұрыш күлгін және сары дөңгелектердің арасына жасырылған. Екінші, сары шеңбердің радиусы 8 мм. Күлгін шеңбердің радиусы 10 мм. Үшінші, фигуралар шеңбер, үшбұрыш, төртбұрыш, шаршы. Төртінші, жасыл фигуралардың арасына шеңбер және үшбұрыш желімденген. Достар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Ол үшін арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.